Shri Shrimatachi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Jantanu G'ilimining 9-tarovining 3-bölümün Ağılçın tilidan Қазақшалауын 10 Navruz 2021 yıl. Tuğan atım Yerjan İlyaslı, ruhaniyatım Murat Heshiyamadasa. Krishna men suyushpenchlik qarım-qatnas. Осы қорытынды мақаласында Шрила Прабхупада Жантану ғылымының түпкі мақсаты Құдайдың түп тұлғасы Кришнаны толық тану екенін талқылайды. Жантану жанның фәниден емес, керісінше таза рухани энергия екенін түсінуден басталады. Бұл түсініктен кейін рухани пәк таза жанның Құдайдың түп тұлғасы Кришнаның мәңгі бөлшегі екенін түсінген жан соңында мәңгі тіршілік етуші және шаттыққа толы бақи қарым-қатынасқа енуді үйреніп ömürдің кемел шыңына көтеріледі. Прабхупада. Жер бетінде болған кезінде Кришнаны Вриндавананың барша тұрғындары жанды жақсы көрген. Кришнадан өзге ештеңеге назар аудармайтын Вриндавананың тұрғындары тіпті Кришнаның Құдай екенін білмеген. Егер Кришна Құдай болса ғана сүйемін деп те ойламаған. Кришнаны шын жүректен сүйген олар Құдай болсын болмасын Кришнаны бәрібір сүйеміз деп ойлаған. Кіршіксіз шын махаббат осылай сезіледі. Егер Кришна Құдай болса ғана сүйемін деп ойласақ, мұнымыз шын махаббат емес, керісінше тәуелді махаббат. Жер бетінде болған кезінде таңғажайып құдіреттерін паш еткен Кришнаға қайран қалған браджавасилар, Вриндавананың тұрғындары, Кришна керемет тамаша бала, бәлкім құдіретті девалардың бірі шығар деп ойлаған. Әдетте девалар аса құдіретті деп ойлаушылардың ықпалымен браджавасиларда девалар аса құдіретті деп ойлаған. Фәни әлемде девалар құдіретті болғанымен Кришнаның олардың бәрінен де жоғары тұратын адамдар біле бермейді. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха. Говинда деген намасымен мәлім Кришна Құдайдың түп тұлғасы, мәңгі тіршілік етуші және білім мен шаттыққа толы денеге ие. Баршаның бастау бұлағы бастаусыз бүкіл себептің түпкі себепкері деген өлеңінде сол девалардың бәрінен жоғары тұратын Брахма дева Кришнаның сол девалардың бәрінен де жоғары екенін баяндайды. Вриндавананың тұрғындары Кришнаның ең жоғарғы әмірші әрі барша девалардың иесі ретіндегі құдіреті жайында онша білмесе де, мұндай білместіктер браджавасилардың Кришнаны сүюіне еш кедергі келтірмеген. Еш пайда деметпей Кришнаны кіршіксіз сүйген Вриндавананың тұрғындарын Кришнада кіршіксіз сүйген. Браджавасилар Браджаджана Балаба Гиривара Дхари жұмақ планеталардың бас девасына Индираға құрбан шалуларын қойған Вриндавананың тұрғындары өмірлерін қатерге тігеді. Қатташы оланған Индира Вриндаванаға құдіретті жаңбыр бұлттарын жіберіп, 7 күн бойы толассыз жаңбыр жаудырады. Нөтерлеп жауған жаңбыр сел болып аққанда, әбігерге түскен Вриндавананың тұрғындарын қорғау үшін 7 жасында шынашақ саусағымен Говардхана тауын тік көтеріп, 7 күн бойы ауылдың үстін қалқалап қол шатырша ұстап тұрған Кришна осылай Вриндавананың тұрғындарын құтқарып қалады. Индира деваның қатерімен титімдей ғана шынашақ саусағымен ақ тауды тік көтеріп тұратынын көрсеткен Тәңір Кришна Индираны осылай жөнге салады. Осыны өз көзімен көрген Индира дева Кришнаның аяғына жығылады. Осылай тек гопи жаналарды қорғаумен ғана айналысатындықтан Кришнаны гопи жана балапа деп атап кеткен. Кришна тану қозғалысы адамдарды Кришнаны шын сүйетін гопи жаналар баулуды мақсат тұтады. Құдайға деген мөлдір махаббат деңгейіне жеткенімізде бізді құтқару үшін Тәңір тіпті тауды көтеруге дейін барады. Говардхана тауын көтеру үшін Кришна ешқандай йогамен жаттықпаған. Тіпті бала кейпінде де құдірет шексіз Құдай балаша ойнап, басқалармен балаша араласса да, бақталарына қауіп көтер төнгенде, құдірет шексіз Құдай кейпінен еді. Табиғатынан осындай Кришна Құдайға айналу үшін медитация немесе йога сияқтылардың ешқайсымен де шұғылданбаған. Ойлап шығарылған Құдайлардың біріне жатпайтын Кришна мәңгі бақи Құдай. Құдай болса да өзіне берілген бақталармен сүйіспеншілік қарым-қатынастармен ләззаттанатын Кришна бақталарын риза қылу үшін бағынышты сияқты көрінетін рөлдерді жиі ойнайды. Өз бақтасының баласы болуды ұнататын Кришна Яшоданың сүйікті ұлы баласы Яшода Нандана болады. Өзі Құдай болғандықтан және бәрі өзіне табынатындықтан Кришнаны ешкім жазаламайды.
Алайда әке-шешесі рөліндегі бакталары өзін жазалаудан зорлажаққа кенелетіндіктен, Krishnaның бакталары да жақсы, егер жазаланудан зорлажаққа кенелсең, онда сені әкең болып жазалаймын деп Krishnaның әке-шешесі рөлінде ойнайды. Сол секілді Krishna айқасқысы келсе, бакталарының бірі Әзәзіл-Демон Хиреньякашипу рөлінде ойнап, Krishnaмен айқасады. Осылай Krishnaның күллі іс-қарекеттері бакталармен байланысты өтеді. Егер Krishnaның осындай серіктестерінің бірі болғымыз келсе, Krishnаны тануымыз шарт. Яшода Нандана, Браджаджана, Ранджана. Krishna тек Браджаджаналарда риза қылумен ғана айналса, Браджаджаналарда тек Krishnаны риза қылумен ғана айналсады. Бірін-бірі сүйушілер арасындағы қатынас осылай жалғасады. Ямуна Тира Ваначари, гопиларды, бақташы балаларды, құстарды, бал араларын, сиырлар мен бұзауларды риза қылу үшін Құдайдың түп тұлғасы Krishna Ямуна өзенінің жағасын кезіп жүреді. Бриндаванадағы құстар, бал аралары, сиырлар, бұзаулар мен адамдар жай жандар емес. Жан танудың кемелшігіне көтерілген олардың бәрі өте көп өмірлерден өткеннен кейін ғана Krishnaмен ойнау мүмкіндігіне үйленген. Krishna тану қозғалысы баршаны Krishналокоға қайта оралып, Krishnaның досы, қызметшісі, әке-шешесі ретінде Krishnaның серіктерінің санына кірулеріне мүмкіндік береді. Krishna өз бактасымен кез келген қатынасқа енуге келіседі. Krishnaның мұны қалай істейтіні Тәңір Чайтанья ілімі деген кітабымызда жазылған. Krishnaмен қарым-қатынасымызды қалпына келтіру үшін Тәңір Чайтанья мен оның басты ізбасарларының, яғни Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Рагунатта Бхатта, Шри Рагунатта Даса, Шри Джиба, Шри Гопала деген 6 Госвамилардың іздеріне түсуіміз шарт. Харе Кришнаны үнемі экстазбен шаттан әндетіп билеген осы 6 Госвамилар Krishna Киртанаға, Krishnaның киелі намаларын әндетуге назарын шоғырлаған бақта Krishnaға деген махаббат мұхитына шомады деп үйреткен. Krishnaның намасын естіген сәтте бақта махаббат мұхитына шомады. Шын берілу нышаны деген осы 6 Госвамилар осылай киртаналар кезінде лезде Құдайға деген махаббат мұхитына шомған. 6 Госвамилар Тәңір Чайтанья Махапрабхудың бақталарына ғана емес, сонымен қатар Құдайсыздарға да қымбат болған. Ешкімге қызғанбайтындықтан шын берілген бақтаның дұшпаны жоқ. Баршаға ашық келетін шын берілген бақта мыналарға Харе Кришнаны әндетуге рұқсат, аналарға тыйым деп ешкімді бөліп жармайды. Екінші фәни деңгейде жоғары төмен еркек әйел сияқты айырмалар болғанымен, рухани деңгейде ондай айырмалар жоқ. Баршаға бірдей қарайтын шын берілген бақта ешкімге қызғанбайтындықтан оны барша қауым қадірлейді. Тек әншейін ешкімге қызғанбайтыны үшін ғана қадірлейді. Өйткені тек рухани деңгейге көтерілген бақта ғана ешкімге қызғанбайды. Мұны Бхагават Гита да қоптайды. Видя виная сампанне брамане гави харсини шуни чайва шва пакеча пандита сама даршина ихайватайрчита сарго яшам самирчитам мана нирдашам хи самам брама тасмад брамани тестита. Шынайы білімді меңгерген момын мінезді данышпандар өнегелі тәрбиеленген ғұлама браманаға, сиырға, пілге, итпен аласталған итшегішке бірдей қарайды. Ақылын баршаға біргелкі тепе-тең қарауға дағдыландырып, туы мен өлімді жеңген салмақты жандар браман сияқты мінсіз болып, браманда орныққан. Мұндай деңгейге Тәңір Чайтаньяның рахымына бөлінген жан ғана жетеді. Тәңір Чайтаньяның рахымына бөлінген жан азап шегуші адамзатты фәни былғаныштан тазарта алады. Осындай бакталар болғандықтан 6 Госвамиларға Ванде Рупа Санатана Рагуюгау Шри Джива Гопала Кау деген мантрамен мойынсына тағзым етеміз. Әлемде шын дінді орнату мақсатымен 6 Госвамилар барша шастраларды егжей-тегжей зерттеген. Олардың бізге ғибрат етіп қалдырған көптеген кітаптардың ішіндегі ең танымалы Құдайға сене бастаған Канешка Бхактиға бастау жөн сілтейтін Шри Рупа Госвамидің Бхакти Расамрита Синду Бхакти балшығына деген кітабы. Күнді түні көз майларын тауса кітап жазумен Krishnaның намаларын әндетіп билеумен ғана айналысқан Госвамилар ішіп жеу, ұйықтау, жыныс қатынасына түсу және қорғану тәрізді тәни қажеттіліктерден бос болған. Бүтіндей Krishnaға шомып жыныс қатынасы, қорғану дегендерге мән бермей, тәулігіне
Тәулігіне 1,5 сағаттан аз ұйықтап тек қарындары ашқанда ғана жанұялы үй иелерінен бір-екі тілім нан сұрап жеген. Мұндай әулие бақтылардың миссиясы азап шегуші адамзатты рухани сана деңгейіне көтеріп бақытты қылу. Фән елімде бір ұлт басқа ұлтты, бір қоғам басқа қоғамды, бір бизнесмен басқа кәсіпкерді, тағы сол сияқты барлығы бірін-бірі қанап қалуға тырысады. Мұны күнкөріс қамы үшін жанталас арпалысу дейді. Осы арпалысушылар мықтыныкі жөн деген заң енгізгенімен, тіпті ең мықтылардың да арпалысуға мәжбүрлігін көріп жүрміз. Ресей, Америка, Қытай араларындағы шиеленіс өрши түсуде. Осы шиеленістің кесірінен бәрі азап шегуде. Шын мәнінде күнкөріс қамы үшін жанталас арпалысудың өзі азап дегенді білдіреді. Ал ешкімді қанағысы келмейтін Кришнаның шын берілген бақталары тек адамдардың бақытты болуын қалайтындықтан барша планеталарда бақталарға табынады. Чанака Пандитаның айтуынша, асып тасыған ауқатты бай мен білімдар бақта екеуін бір-бірімен мүлдем салыстыруға келмейді. Араларындағы айырмасы жер мен көктей. Өйткені байды өз өлінде, я өз планетасында ғана құрметтесе, Құдайға берілген білімдар бақтаны қайда барса да құрмет тұтады екен. Жұмақта да, тозақта да Кришнамен бірге болатын бақта үшін жұмақ пен тозақ арасында да айырма жоқ. Кришна жүрген жердің бәрі де, тіпті тозақ та Вайкунха. Мысалы, мұсылман жанұясында туған Харидаса Такура Пуридағы Джаганатка храмының босағасын аттамаған. Өйткені хиндулар мұсылмандарды храмға кіргізбейді. Бұған ренжімеген Харидаса Такура храмға барып олардың шырқын бұзғанша орында қалып Харе Кришнаны әндетейін деп шешкендіктен, Тәңір Джаганатканың өзі болып саналатын Тәңір Чайтанья Харидасаны көру үшін күн сайын өзі келіп жүрген. Шын берілген бақтаның құдіреті осындай. Джаганаткаға өзі бара алмаса да, оған Джаганатаның өзі келіп жүрген. Мұхитқа шомылу үшін бара жатқан кезінде Харидаса Такураның лашығына күн сайын кіріп, «Харидаса, не істеп отырсың?» деп сұрайтын Тәңір Чайтанья Махапрабхуға «Кіріңіз, Тәңір ием» деп қуана жауап берген. Бақтаның шын ахуалы осындай. Сондықтан Кришна маған табынғаннан гөрі менің бақтама табынған құндырақ дейді. Кришнаның бақтасы шынында да Кришна тану өлімін үйрете алады. Өйткені Кришна тану ғылымын, Кришнаның сөздерін тыңдау ғылымын, Кришна прасаданы ішіп жеу мен Кришнамен ләззаттану ғылымын біледі. Тұлғасыз имперсоналистер мен құрбас қуыс вайдестер уағыздайтын Ахам Брахмашми, мен рухпын деген құрғақ философиялық теориялары түптің түбінде кімге қызық? Мен таспын, мен құрбас қуыспын деушілердің араларында қандай айырма бар? Неліктен тасқа, ағашқа, я құрбас қуысқа айналуымыз керек? Өйткенше Кришнамен сүйіспеншілік қарым-қатынасымыздағы шын ахуалымызға қайта оралайық. Шын берілген рухани ұстаз Кришнаға деген махаббат ұшқынын тұтатады. Өзіме келер болсам, менің рухани ұстазым Шри Шримад Ом Вишнупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада маған Кришна тану ілімін батыс елдеріне тарату жауапкершілігін мойныма алуымды тапсырды. Тәңір Чайтанья ілімін баста уағыздағысы келген Шри Шримадтың мейір шапағатының арқасында жетістікке де жеттім, қуаныш шаттыққа да кенелдім. Рухани ұстазыммен бірінші рет кездескенімде жауапкершілігі мол лауазымды қызмет атқарған бір Индияның жас ұлтшыл едім. Кездесуге барғым келмегенімен күні бүгінге дейін Калкуттада тұратын бір досым Шри Шримадқа сүйреп апарған еді. Үйімізде әкем көптеген саньясиларды жиі қонақ етіп қабылдағанда олардың қылықтарын жақтырмаушы едім. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа да сол саньясилардың бірі болса несіне кездесемін деп ойлағаныммен, досым маған оны көріп қайтсақ бірдеңеміз кете ме деп қойырды қоймай сүйреп апарды. Ақыры еріксіз досыммен бірге барып, игілікпен жүздестім. Бірінші кездесуімізде мен секілді білім жастардың Чайтанья Махапрабху өлімін шетелдерде ағылшын тілінде уағыздау шарт деген Шри Шримадқа мен шетел езгісіндегі индияндардың біздердің философиямызды ешкім тыңдамайды деп жауап берген едім. Ол кезде шынында да шетелдер индияндарды менсінбейтін, себебі әлі де Британияның қол астындағы тәуелді Индия көптеген тәуелсіз елдерден төмен болып саналатын. Сол кездегі бір бенгали ақыны тіпті өргенетсіз елдер де тәуелсіз, ал Индия әлі күнге дейін Британияға тәуелді деп күйінуші еді.
Töveldilik, tövelsizlik degende ötkünçü kılıçlar dep közümce yetkizgen Şiri Şirimat, adamzattың мәңгі игілігін ойлайтындықтан, biz Чайтана Махапрабхудың үндеуіне үн қосуға тиіспіз деп ескертті. Шри Шримат Гуру Махараджи мен 1922 жылы жарты ғасыр бұрын осылай жүздескен едім. Гуру Махараджам бұл ажалдан дүниеден өтерден 3 жыл бұрын 1933 жылы resmi şakirtlikке bağıştaldım. Ömrünün sonunda dünyeden ötörden 2 hafta burun olmagan ösiyetlerini kaydalып kat жазған еді. Бұл өлімді ағылшын тілінде сөйлеушілер арасында таратуға тырышты, ерекше ескертті. Сол хатты алған соң Гуру Махараджам түсіме кіріп, мені шақырды. Ал мен үйім тастап оның соңынан еріп кете бердім. Осындай түс көріп, үйден кетуім керек. Гуру Махараджам үйден кетіп, саньяса қабылдауымды қалайды деп ойлағанымен, қорқынышты екен, үйімді, әйелімді, бала-шағамды қалай тастаймын деп те қобалжыдым. Майя деген осы. Расында да жанұял өмірімнен айырылғым келмегенімен, Гуру Махараджам тастауыма мәжбүр етті. Ұстазымның нұсқауларын ұстан отырып, үйімді, бала-шағамды тастап кеткен едім. Енді Гуру Махараджам маған бүкіл әлемнен мыңдаған тамаша балаларды жіберді. Кришнаға қызмет ететін ешкімнің еш нәрсесін жоғалтпайтын, осылай өз басымнан өткөрдім. 1965 жылы Индиядан жалғыз кеткенімде зор қиыншылықтарға ұшырайтын шығармын деп сескенген едім. Шекарадан ақша алып өтуіме Индия үкіметі рұқсат етпегендіктен бірнеше кітаптар мен 40 рупиймен ғана өткен едім. Гуру Махараджи мен Кришнаның мейір шапағатымен Нью-Йоркқа осылай келдім. Бәрі де Кришна мен рухаништардың біріккен мейір шапағатымен іске асады. Чайтанья Чаритамритада Кришна мен Гурудың мейір шапағаты бірге жүреді делінген. Кришна тану қозғалысының жетістіктерге жетуінің сыры осында. Мәңгі бақи ішкі жан дүниемізде тіршілік ететін Кришна біздің мақсаттарымыз жайында бәрін білетіндіктен шешімімізге сай харекет етуімізге мүмкіндік береді. Егер бұл фәни әлемнен ләззат аламыз деп шешсек, Кришна біздің ақша тауып, ләззат алуымыз үшін тақ бір бизнесмен, әйгілі саясаткер, айлакер болуымызға қажет зерде береді. Фәни өмір өлшемдері бойынша жетістікке жетіп жүрген кейбір кедейлер көк тиынсыз-ақ кәсіппен айналысып, жазмыштың жазуымен миллионерлерге айналып жүргендерімен, сол кедейлер ондай жетістіктерге өздерінің дәрменсіз талпыстарының арқасында жетті деп ойламауымыз керек. Зердесіз ешкімде жете алмайды, ал зердені мен беремін дейді Кришна Бхагавад-гитада. Параматма кейпінде әр тірі жанның жүрегінен орын тепкен менен есте сақтау, білім және ұмыту қабілеті бастау алады. Барша веданың мақсаты мені тану. Ведантаны құрастырушы да барша веданы қазғалтында білуші де менмін дейді. Тірі жанның тілегіне сай есте сақтау мен ұмыту қабілетін беріп отыратын Кришна, егер оны ұмытқымыз келсе және фәни әлемін ләззаттанғымыз келсе, Кришна бізге өзін мүлдем ұмытуымызға қажет зерде береді. Көптеген пенделер бұл дүниеде шер құмардан шыға рахаттан аламын. Мұнда барлығы уақыттарын тамаша өткізеді. Оларша неге ләззаттан басқа деп ойлайды. Бұлай ойлау алдамшы елес, себебі фәни әлемде шын ләззат жоқ. Президент Кеннедиге ұқсап ең жоғарғы лауазымға иеленуіміз мүмкін. Өте әдемі, өте әйгілі, өте зерделі, өте білімді, өте бай, өте құдіретті болуымыз мүмкін. Сымбатты сұлу әйеліміз бен балаларымыз болуы мүмкін болғанымен, кез келген сәтте оққа ұшуымыз мүмкін. Қадам басқан сайын алдымызда қатер төніп тұратын фәни әлем табиғаты осындай. Мұнда ешкім кедергісіз ләззатқа бөлену мүмкін емес. Ләззатқа бөлену мүмкін емес. Тіпті ләззаттарға қол жеткеннің өзінде де өте ұзақ терлік тепшіп қинал еңбектенулері мен құрбан шалулардың арқасында әзір жетеді. Оның үстіне қандай ләззатқа қол жетсе де, бәрі өткінші, өйткені фәни әлемде мәңгі әрі таусылмас ләззат беретін рахат жоқ. Мәңгі таусылмас ләззатты тек Кришна ғана бере алады. Сондықтан Кришна Бхагавад-гитада осы мәнсіз ісін тастап маған берілетін әр тірі жан игілікке кенеледі дейді. Өкінішке орай фәни табиғаттың алдамшы елестің майының жылтырағына құлай елігетін осы заман пенделері Кришнаға берілуге асықпайды. Тіпті Кришна маған берілген жанды күллі күнәларының салдарынан құтқарамын деп жарияласа да, пенделердің фәни әлемге байланғандары сонша Кришнаға берілуге бел бумайды.
Batı alemine atlanıp vağız aytsam caniyamdan ayrılamın dep özümüngde seskingenim sekildi. Olar da Krishna'ga berilsek bärinden ayrılıp qurgul qalamız dep qorqady. Aytken men Krishna'nın merimdegi sonşa birden alsa onu mındağan ese artığı men qaytarady. Qadirli hanımdarım men gentlemenlerim, balalarım men kızlarım. Krishna'dan ölümün qabılalı görüngüzler dep esikten esikке, elden elge, şahardan şaharga жүрüp ötünün men gün göçeten asa merimdi ruhani ustalar da Krishna'ga uslay kupiya hizmet ededi. Nusqavlar beruvchi Tangri Krishna'nın nusqavlarini orundaydığından ruhani ustas Krishna üçün öte qimmat. Krishna jumaqqa bereme, jo'g'alda tozaqqa tushireme, ruhani ustaz üçün bäribir. Şun berilgen ruhani ustaz üçün Krishna tanusuz jumaqda bir, tozaqda bir. Tozaqdagılar qayğı hasretlerden köz açpaydı. Kersinçe jumaqdagılar sezimlerin şeksiz lezzetlandırады. Al Tangri'nin baktası Krishna tanı bar жердің bärinde tura beredi. Krishna'nı tanı жүретін bakta quvanish şatlıkta ішкі жан дүниесінен табады. Егер бактаны тозаққа жіберсе, әншейін Харе Кришнаны әндетіп қанағат табады. Тозақ емес Кришнаға сенетін бакта сезім ләззатына мол мүмкіндіктер берілетін жұмаққа да қызықпайды. Өйткені бактаның сезімдерін Кришнаның өзі ләззаттандырады. Осылай Кришнаға қызмет ету үшін кез келген жерге баруға әлдір тұратын бакта Кришна үшін өте қымбат. Фәни әлемді тәрк еткен имперсоналист философтар бұл фәни әлем жалған, тек тұлғасыз брахман ғана haqiqat deydi. Al eger fäni sezimlerine boyurgandарды құтқар деп өтінсеңіз, олар күнәһарлардың ықпалына түсіп құлдыраймыз деп үрейленіп, аттандарын ала қашады. Ал Кришнаны танитын бакта үшін бұл қиын емес. Себебі өмірін Кришнаға тапсырып, Кришнадан пана тапқан бакта кез келген жерге барудан қорықпайды. Сондықтан Кришна танусыз жерде жүргізетін бакталар зиян шекпейді. Өйткені Кришна танусыз жердің өзін Харе Кришнаны әндетіп, Krishna tanımın толтыру мүмкіндігі ретінде пайдаланады. Мұндай мүмкіндікті үнемі пайдалану керек. Бөлмені ішінен бекітіп алып, мантраны жалғыз әндету жөн емес. Ұлы данышпан Нарада бүкіл жаһанды шарлап ұшып жүретін ғарышкер. Ең жоғарғы планеталарда тұру мүмкіндігіне ие болуына қарамастан, Нарада кейде тозаққа барып уағыз айтады. Құдайдың қызметкерінің сүйсінерлік сүйкімділігі осында. Önemi Krishna мен Krishna'nın bölünmez bölüşüklerine süysüne hizmet ededi. Berli hizmet eti ustanımı Krishna'ga kirişiksiz süysmençlikten hizmet edüge negizilgen. Krishna'nın dostu ya hizmetçisi ya atanası ya naqsiyörü sekilde qanday qatnashda bolsa da bakta eş payda demetbey adal hizmet etedi. Ötkeni Krishna tanıp ешқандай fani faydaxorluqqa tawel emas. Vahiy dengedagi Krishna tanudun fani tabiat gunolarına eş qatısı жоқ. Qayda barsa da qo'rqpaytın bakta kullu fani kuylarga birday qaraydi. Fani elimde mınav жақсы жер, anov жаман жер deb bölüp jarsak da, budan burun aytqanımızday bakta munday oyşa jorularga men bermeydi. Fani tirşilik degenimiz Krishna'nı mutudu bildiretindikten, bakta üçün fani tirşilik etетін jer жаман жер. Berli hizmet etüdün bejay pasif satışındagi bakta Tangri'nin tulğasız Brahman nurымен жүректегі параматмаға көбірек мән береді. Тек Кришна менің етене жақын қарым-қатынастағы сүйіктіем деп ойласақ қана Кришнаны тани бастаймыз. Әрине тұлғасы Брахманды танумен жүректегі параматманы тануда Кришна танудың алғашқы сатылары екені хақ. Құдайды тұлғасы Брахман сипатында немесе жүректегі параматма сипатында толымсыз тану Құдайға қадір тұта табыну сезіміне жол ашады. Керісінше Кришна мен досы, қожайыны, баласы немесе нақсiyör ретіндегі етене жақын қатынасқа енген кезде Құдайға қадір тұта табыну сезімі жоғалады. Жеке тұлғалы Бхагаванмен қатынасудың тұлғасыз Брахманмен жүректегі параматманы тануға қарағанда анағұрлым жоғары деңгейде екені анық. Бейжай пассив қатынастағы жан өзінің хақпен тең сапалы қасиеттес екенін, яғни құдіреттің бөлінбес бөлшегі екенін түсінеді. Бұл анық білім, өйткені Кришнамен қызметкер ретінде жеке тұлғалы қатынасқа енген жан жоғарғы Тәңірдің бақ дәулетін толайым түсіне бастайды. Құдайдың 6 бақ дәулетке толайым иелігін түсінген жан шын қызмет ете бастайды. Кришнаның ұлылығы мен үстемдігін түсінген сәтте жан қызмет ете бастайды. Бақи қызмет ету барысында Құдайдың ұлылығын тереңірек түсіне түсеміз. Тәңірдің сезімдерін қанағаттандыру үшін қызмет ететін бақта Тәңірге қызмет етуден қанағат алады. Себебі Кришна жоғарғы жан, параматма. Ал тірі жан Кришнаның бөлінбес бөлшегі.
Eğer Krishna riza bolsa, onda tiri janda riza boladi. Eğer asqazan toyatlansa, onda denenin başqa bölükleri de toyatlanadi. Ötkeni denenin başqa bölükleri asqazan men närlenedi. Aptab ıslık günü Құдай жолындағы ағайындарымның бірі Guru Maharajымды желпи бастағанда, неге кенет желпи бастадың деп сұраған Guru Maharajыма әлгі шәкірті, себебі егер сіз риза болсаңыз, бәріміз де риза боламыз деп жауап берген еді. Формула осындай. Өз сезімдерімізді Кришнадан бөлек қанағаттандыруға тырыспай, керісінше Кришнаның сезімдерін қанағаттандыруға тырысуға тырыспыз. Sonda tabiiy түрде қанағаттанамыз. Krishnani tanitын bakta Krishnani riza qilуға тырысады. Krishna tanı осылай басталады. Krishna Құдай тұлғасыз, бейнесіз дейтін имперсоналистерге Құдайдың сезімдерін қанағаттандыру мүмкіндігі жоқ. Имперсоналистерде Құдайдың сезімдерін қанағаттандыру мүмкіндігі жоқ. Керісінше Krishnaға қожайыным деп қарайтын жан Krishnaға қызмет алады. Бхагавад-гитада Krishnаны Ришикеша сезімдер иесі дейді. Haktın sezimleri yesekeni sezimlerimizin Krishna'nın sezimlerimizin Krishna'nın sezimlerinden tuatın. Sonduktan sezimlerimizde Krishna'nın sezimlerini qanağıttandırı üçün қолдануымыз керек екенін түсінген кезімізde әрқайсымыздың жүрегімізде мүлгіп жатқан Krishna тануымыз ояна бастайды. Бірде Чайтана Махапрабху Krishna мен бейжай пасип қатынасты болудың және қожайын мен қызметкер арасында болудың араларында қандай айырма бар деп сұраған еді. Екі жағдайда да Krishnaның ұлылығын түсінсе де, бейжай пассив қатынастағы жан қызмет етуге ниеттенбейді. Сондықтан Krishna мен тірі жан арасындағы қожайын мен қызметкер қатынасы бейжай пассив қатынастан жоғары болып саналады. Сонан соң Krishna мен достық қатынасқа жеткенде тағы бір бақи қасиет қосылады. Құдірет шексіз ұлы Құдайға қызмет ету шарт дегенге түсінікке, Krishna менің досым болғандықтан Krishnаны бақытқа бөлу үшін қызмет етуім шарт деген жаңа сезім қосылады. Досымызбен қатынаста біз қызмет етіп қана қоймай, досымызды шынымен бақытты риза қылғымыз келеді. Мұндай қатынаста да теңдік бар, өйткені Krishna мен бақытта тең қатынасады. Бақытталар мұндай қатынаста Krishnaның үстемдігін ұмытып кетеді. Krishna мен ойнап жүргенде Krishnaның иығына мініп алып, достары өздерін алатын достары өздерін Krishnaдан жоғары қоймаған. Мұндай қатынаста өз сезімдерін қанағаттандыру, мақтану дегендер болмайды. Өйткені мөлдір махаббатқа негізделген. Бақтаның бір ғана тілегі Krishnaны риза қылу болса, Krishnада ләззат алу үшін достарын иығына мінгізіп алып асыр сала ойнайды. Кейде досы шапалақпен жағынан тартып жіберсе де, қорланбайтын секілді достықпен өзара бірлескен ләззатқа негізделген қарым-қатынаста қорлау, кемсіту деген болмайды. Krishna тану мен Krishnaмен қатынасу бүтіндей Krishnaның ләззат алу энергиясына негізделген. Шримати Радхарани, Вражаның қыздары, Krishnaның бақташы достары, бәрі де Krishnaның ләззат алу энергиясының таралу экспансиялары. Бәріміз де ләззат алуға бейімбіз, себебі өзіміз шыққан көзіміз ләззат алу энергиясына толы. Ләззат алу энергиясын жоққа шығаратын имперсоналистер бұлай ойлай алмайтындықтан имперсонализм философиясы толық емес, шала-шарпы, төмен болып саналады. Krishnaны танушылар Krishnaның бойындағы ләззат энергиясы мен Krishnaның достары, қызметшілері, әке-шешесі мен сүйікті нақсүйері сияқты Krishnaға қатысының бәрін мойындайды. Krishnaның сезімдерін қанағаттандыруға бағытталған барлық қарым-қатынастар Krishnaның ләззат энергиясының көріністері болып саналады. Ал жеке дәрежан әуел бастан осы ләззат энергиясының ләззат көзінің өзінің бөлінбес бөлшегі болып табылады. Әйткенмен фәни табиғатпен жанасу салдарынан шын ахуалын ұмытып, бір денеден екіншісіне көшіп қонудан көз аштырмайтын эволюционану шеңберінің торына түскен жан күнкөріс қамышын жанталас арпалысады. Енді біз осы арпалыстан туатын азаптардан қартаю, ауру сырқау, өліп тәрізді қайғы-қасіреттерге ұшырататын денеден денеге шексіз көшіп қонулардан арылып, Krishna тану мәңгі өміріне келуге міндеттіміз. Мәңгі өмір мүмкін. Егер адами өмір тәніндегі тірі жан қолынан келгеннің бәрін істесе, келесі өмірінде рухани денеге иеленеді. Дөрекі фәни дене ішінде орналасқан рухани дене
тек осы фәни тіршілік кірінен тазарса ғана ашылады. Адам өмірінің мақсаты мен барша жұрттың шынайы игілігі осы. Мен Құдайдың бөлінбес бөлшегімін, Құдайдың мекеніне қайта оралуым, Құдайға қосылуым шарт деп шын түсіну адам үшін ең үлкен игілік. Осы фәни әлемде әлеуметтік өміріміз болатын секілді, рухани әлемде де әлеуметтік өмірі болатын Құдайға біз де қосыла аламыз. Мына денеміз өлген соң құрбас туысқа айналмаймыз. Бхагавад-гитада Кришна Арджунаға менің, сенің, мына патшалардың бәрінің тіршілік етпеген күні болған емес, және келешекте де ешқайсымыз тіршілік етуімізді тоқтатпаймыз дейді. Демек біз мәңгі бақи тіршілік етеміз. Керісінше, туу мен өлім ауысулары тек өткінші фәни денелердің ауысулары ғана. Мәңгі өмірге жету үшін мүмкіндік беретін шынайы тәсілмен айналысу әсті қиын емес. Осы Кришна тану тәсілі ең кемел жаннан, Кришнадан алынған білімге негізделген. Басқа жандардан алынған білім кемел емес, себебі тәуелді жан 1. Қайткенде де қателік жібереді. 2. Үнемі алдамшы елеспен арбылады. 3. Басқаларды алдауға бейім келеді. Және 4. Сезімдері кемел емес. Керісінше, Кришнадан алынған білім Кришнаны көруімізге мүмкіндік береді. Маған Құдайды көрсете аласыз ба деп қарсы шыққандарға біз «Иә, Құдайды үнемі көреміз» деп жауап береміз. Кришна Бхагавад-гитада «Расо хам апси каунтия» мен судың дәмімін дейді. Күн сайын ішіп жүрген судың дәмін Кришнаның дәмі деп ойласақ, Құдайды күн сайын түсіне бастаймыз. Аргари Прабхас ме шаши сурайо, мен күн мен айдың нұрымын дейді Кришна. Күндіз күн нұрын, түнде ай нұрын күн сайын көріп жүрген біздер егер осы сәулелердің қайдан шығатын ойластырсақ, түбінде Құдайды танимыз. Барлық көріністердің басы да, ортасы да, соңы да Кришна болғандықтан, Бхагавад-гитада мұндай мысалдар көп келтірілген. Егер Құдайды және ішкі жан дүниемізді танығымыз келсе, ол онша қиын емес. Біз тек Құдайдың осы дүниеге келуі мен кетуін және іс-қарекеттердің қаз-қалпында түсінуге тиіспіз. Сонда Құдайдың мекеніне енуге лайық боламыз. Құдайды, Кришнаны танитын тірі жан тәнін тастап шыққан соң тағы бір фәни денеге елену үшін қайтар олмайды. Ол қайда барады? Мамети. Ол маған келеді дейді Кришна. Дейді Кришна, кез келген зерделі интеллектуал осыны мақсат тұтуға тиіс.